Сәлеметсіздер ме, көрермен? Сіздермен бірге сіз білесіз бе айдары? Төрайым және азаматша сөздерін қолданып жүрсіз бе? Төрайым орыс тіліндегі председательница сөзіне қазақша балама табу мақсатында жасалған сөз. Орыс тілінде род категориясы болғандықтан, соған сәйкес мыңдаған сөз родқа бөлініп, олардың атаулары тұлғалық тұрғыдан ажыратылады. Ал қазақ тілінде род категориясы жоқ екені белгілі. Сондықтан орыс тіліндегі сөз тұлғаларының ара жігін ажыратып, бәріне жеке-жеке атау беру қисынсыз. Лауазымды білдіретін аға сөзінің гендерлік мәні жоқ. Сондықтан әскер қатарындағы ғылым білім саласындағы әйел қызметкерлерді аға сержант, аға оқытушы дегеніміз секілді, төраға сөзін ер адамға да, әйелге де қатысты қолданған жөн. Азаматша сөзі де дәл солай. Орыс тіліндегі гражданка сөзіне балама іздеуден туындаған жасанды сөз. Қазақ тіліндегі азамат сөзі белгілі бір мемлекеттің тең құқылы адамы деген мағынаны білдіреді. Сондықтан бұл сөзді осы мағынасында қолданғанда ер адамды да, әйел адамды да азамат деген дұрыс. Мәлімет сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Пікірлеріңізді төменге жаза кетіңіздер.